сәлем. Қалың қалай? Жақсы ма? Керемет. Ал мен саған бүгін жаңа бір ертегі айтып беремін. Ертегі тыңдауға дайынсың ғой? Дайынсың ба? Ертегі не туралы болмақ? Ал ертегі Әтеш пен тоты құс жайлы. Ал бастаймыз. Ертеде, ешкі құйрығы келтеде, Әтеш пен тоты құс дос болыпты. Ал құстардың ішіндегі ең әдемісі, ең сұлуы Әтеш болған екен. Ол өте тәкаппар екен. Жүрген жүрісі маңғазданып, қоқырайып, бірде-бір аңмен де, құспен де сөйлеспейді екен. Әтеш сондай тәкаппар екен бұл ертегіде, иә? Ал тәкаппар болу қандай қасиет? Жақсы ма, әлде жаман ба? Сен қалай ойлайсың? Әрине, тәкаппарлық жақсы қасиет емес. Сондықтан да тәкаппардың жанына ешкім жоламайды ғой. Әтештің де жалғыз серігі тоты құс екен. Одан басқа ешбір аң құс оның қасына жоламайды. Ал тоты байқұстың болса, үстінде жібі түзу киімі жоқ екен. Бір күні әлгі тоты құс кербез Әтешке келіп, былай дейді: Әтеш, мені бүгін қонаққа шақырып еді. Менің киіп баратын жөні түзу киімім жоқ. Барлығы сенің досың екенімді біледі ғой. Үстіне дұрыс киім кимепті деп, мені мазақ қылады. Сен маған киіміңді берші. Мен қонаққа барып келемін, деп Әтешке жалынады. Ал Әтеш болса, өзінің жалғыз досына әрине киімін береді ғой. Ол үстіндегі барлық киімін шешіп, тотыға кигізеді. Ал тоты құс болса, өзінің қай мезгілде қайтып келетінін де айтады. Егер мен кешіксем, сен дауыстап шақыр. Келмей жатсам, тағы да шақыр. Даусыңды естейін, дейді тоты құс. Ары қарай не болады екен? Тоты құс қай уақытта келіп, Әтештің киімін әкеп береді. Қызық па? Ендеше әрі қарай тыңда. Сөйтіп, тоты құс әдемі киініп, қонаққа кетеді. Бірақ қайтып келем деген уақытында келмейді. Әтеш болса, ары шақырады, бер шақырады. Тоты құс болса, жоқ. Содан бастап, күні бүгінге дейін Әтеш тойға киімін киіп кеткен тоты құсты таң ата бастағаннан бастап іздеп шақырады екен. Енді біз Әтештің неге таң атқаннан бастап шақыра беретінін білдік. Ол өзінің бұрынғы досы тоты құсты іздеп шақырады екен. Ал тоты құстың әдемі киімі Әтештікі екен. Бұл ертегіден қандай ой түйеміз? Досымызға адал, ал берген уәдемізге берік болуымыз керек екен. Солай ғой? Ертегі саған ұнады ма, балақай? Әтеш пен тотының бір мезгілде дос болғанын да білдік. Ал енді менің келесі жаңа ертегімді күт. Келесі кездескенше мен сенімен қоштасамын. Сау бол.